Армысыздар, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен 11 сынып жаратылыстану математикалық бағыттағы химия 1-тоқсан БЖБ1 тақырыбы ароматты қосылыстар қатары бөлімі бойынша тапсырмалардың жауаптарын бірге орындайтын боламыз. Ол үшін менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне сұрақтар болса пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және қазақша жаңағы YouTube арнаның дамуын қолдап отырыңыздар. Енді бірінші тапсырмаға келетін болсақ, бірінші тапсырма бізде толыбалға сәйкес келетін формуланы анықтаңыздар деген. Бұл жерде В болады, С6, H5, CH3. Екіде қопарылғыш зат тротил қай реакция кезінде түзіледі деген. Енді бұл жерде бензолды нитрлеу, этилбензолды нитрлеу, метилбензолды. В варианты дұрыс болады. Метил бензолды нитрлеу деген вариант дұрыс болады. Енді 1-де 3, яғни 3-ті алатын болсақ, 3-те бізде А варианты дұрыс, яғни SP2 болады. Енді эмпирикалық формуласын жазыңдар деген. Бұл жерде CH-та басталады. Енді екінші тапсырмаға келетін болсақ, бензол сақинасы тек дара байланыстардан тұрады, sp2 гибридтенеді. Екінші, сақинаның орталығында бүйіріне қарағанда электрондардың концентрациясы жоғары. Үшінші, сутек атомдары сақинаның бүйірлерінен сыртқа бағытталған. Яғни осы 3 тапсырмамыз аяқталды. Енді келесі бізде екінші тапсырманың 3-еуі аяқталды. Енді 3-ші тапсырмаға кезек беретін боламыз. Үшінші тапсырмада бізде бензол және оның гомологтарын алу реакцияларының теңдеулерін анықтаңыз деген. Енді бұл жерде яғни шығатын нәтижені жазу керек, оны жаздым қазір. Яғни біріншіде бізде бензол болады, яғни 6 көміртек бар және қосылған 3 H2 газ бөлінеді. Ал екіншісінде бензол, үшіншісінде бізде толуол және сутек газы, төртіншісінде толуол және хлорсутек қышқылы бөлініп шығады екен. Енді бізде келесі 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада бізде реакцияны жазып, жаңағы атауын айту керек. 4-тің бірінші реакциясында бізде гексахлорон болады, екінші реакциясында гексан, үшінші реакциясында гептан өнімдері шығады екен. Осын жазып алсаңыздар болады, түсінікті етіп.
Одан кейін бізде келесі 5-ші тапсырма. Бесінші тапсырмада бізде барлық ароматты күмісөтектер орнын басу реакциясына жеңіл түседі, ал қосылу реакциясына қиын түседі дейді. нөтрлеу реакциясының теңдеуін сатылау түрде аяқтап, реакцияның жүру механизмін түсіндіріңіз деген. Енді бұл жерде реакциядан кейінгі NO2 ион